Бұл «Полный нокаут» фильмі өте күшті мағыналы кино 2025 жылы шықты. Достар, каналымызға тіркеліп осы бейнемізді аяғына дейін көрейікші. Кеттік ендеше. Кино басында ММА'ді көреміз. Бастиан деген басты кейіпкеріміз өзінің қарсыласымен төбелесуде. Бір кезде қатты ашуға беріліп, Бастиан өзінің қарсыласын өлтіріп алады. Қарсыласының әйелі мен ұлы екеуі әке деп айғайлап қалады. Бастиан болса не істерін білмей өзінің жасап қойған қателігіне қатты өкініп отырып қалады. Біраздан кейін Бастиан сол қарсыласының қабірінде тұрады. Бір кезде әлгі өлген адамның әйелі мен Лео деген ұлы келеді. Неменеге келдің сен? Не істеп жүрсің деп Лео Бастианды бір соғады. Анасы болса ұлын сабырға шақырып, Бастианге кете ғой осы жерден деп қалады. 2 жыл уақыт өтеді. Андалусис деген бір кәсіпкерді осы қаланың белгілі бандиттары қуып жүреді. Ақыры біраздан кейін бандиттар Андалусисті ұстап алады. Сосын быт-шытын шығарып, оны ұра кетеді. Келесі күні бірден бұл жерге полиция қызметкерлері жетіп келеді. Бәрі өз-өзімен жүргенде Кенза деген қызметкер әйел қаншама адамдардың өліп жатқанын тауып алады. Алайда сол Андалусис дегені арасында жоқ екен. Бұның бәрін жасаған қаладағы белгілі мафия екенін Кенза біледі. Бірақ та басқа әріптестері Кензаға сенбейді. Арасында бір әріптесі Кензаға ерекше қарсы шығады. Екеуі дауласып қалады. Кейін артынан Кензаға Лео қоңырау шалады. Кездесу керек дейді. Біраздан соң Кенза Леомен кездеседі. Лео сонда оған не көргенін айта бастайды. Сол түні Андалусисті ұстап алғанда Лео да сонда болыпты. Алайда бандиттар оны көріп қойып, енді іздеп жүр екен. Маған олардан қорғану керек дейді. Бір кезде Лео полиция қызметкерлерінің келе жатқанын байқап қашып кетеді. Кенза оның артынан қуа бастайды. Бірақ та Леоны мотода оның қызы күтіп отыр екен, екеуі қашып кетеді. Кейін бізге Бастианды көрсетеді. Сол күндегі төбелес түсіне келіп шошып оянады. Өзі жалғыз судың жағасында өмір сүреді екен. Спортты тастап қарапайым жұмыс істеп жүреді. Қарапайым адамдар сияқты жалақы алады. Кейін кешке үйіне келгенде Леоның анасы отырады. Жай келмепті. Маңызды өтініші бар екен. Қысқасы, Лео Марсельге кетіп еді. Бірақ та соңғы жазған аудио жазбасында үлкен проблемаға басымды тықтым деп жіберіпті. Енді содан кейін мүлдем байланысқа шыға алмай қойдым. Телефоны өшірулі. Сенің көмегің керек. Полицияға айтып едім, бірақ олардан үміт жоқ дейді. Бастиан болса білмеймін деп ойланып қалады. Сонда әлгі әйел, сен көмектесу керексің. Сен Леоны әкесінен айырдың. Сол себепті қарыздарсың дейді. Марсельдегі туысының мекен-жайын береді. Ақыры Бастиан келісіп, солай жолға аттанады. Бірінші болып жаңағы мекен-жайға келіп, маңайын қарастыра бастайды. Жас жігіттер отыр екен. Бастиан қастарына жақындап, қысқасы, әлгі мотоцикл мен үшін өте қымбат. Мен шыққанша қарап отырасыңдар. Түсіндіңдер ме дейді. Сосын ол Леоны іздеп пәтерге кіреді. Бір кезде оған қару тақап Кенза пайда болады. Сөйтсе ол да өз жалғыз осы Леоны іздеп жүр екен. Бастианге қарап, сен кімсің дейді. Бастиан болса сол анасының жібергенін айтады. Мені Леоның анасы өтініп жіберді дейді. Үйде ешкім жоқ. Біреулер кіріп пәтерді қиратқан. Кенза болса суреттердің арасынан Леоның қызының суретін тауып алады. Сосын екеуі сыртқа шығады. Сырттағы жігіттерден Кенза бәрін сұрайды. Сонда олар біреулер келіп бұл пәтер иесін ұрып тастаған бәрін айтып береді. Қазір оны емханаға алып кетті дейді. Бастиан болса сол Кензамен бірге еріп бармақшы болады. Бірақ Кенза, сен кімсің өзі? Бұл полицияның ісі, араласпа деп кетіп қалады. Басқа жақта әлгі бандиттарды көреміз. Олар контейнерде Андалусисті ұстап отыр екен. Қайна бұрып тауарды сұрайды. Ол айтпай отыр. Сол кезде бандиттің бастығы оған отбасының бейнесін көрсетеді. Қазір не істейтінімізді көргің келе ме дейді. Сонда Андалусис шыдай алмай тауардың қайда жатқанын айтып береді. Кенза болса емхана жаққа келіп еді, сонда оны Бастиан қарсы алады. Кенза болса, сен не істеп жүрсің? Мені түсінбедің бе? Жоғал осы жерден дейді. Сол кезде Бастиан, мен оның әкесін өлтіргенмін деп қалады. Төбелес барысында әкесін өлтіріп алдым дейді. Бұны естіген Кенза оған қарап, жақсы онда, менімен жүресің.
бірақ мені тыңдайсың дейді. Бандиттар болса Леоның суретін алып жан жаққа тарата бастайды. Адамдарға қарап, бұл баланы тауып алыңдар дейді. Әлгі екеуі емханаға кіріп, сол таяқ жеген адамнан бәрін сұрастырады. Кенза болса әлгі суретті алып шығып, бұл Леоның қызы ма дейді. Емделіп жатқан кісі әзер сөйлеп иә деп қалады. Сонда Кенза оларды қайдан табуға болады деп сұрайды. Жатқан адам мына қыздың сіңлісі бар екен айтады. Ол клубта барменші болып жұмыс істейді екен. Екеуі артынан сыртқа шығады. Қараса, екі жігіт Кензаны аңду үшін келіпті. Өзінше Кензаға сөзбен тиіседі. Сонда Кенза ашуға беріліп кетіп, мына екеуін таяғымен ұрып тастайды. Бірден бастығы Кензаны кабинетіне шақырып алып, ұрысып тастайды. Белгіңмен қаруыңды тапсыр, тым қатты кетіп барасың дейді. Кенза бәрін тапсырып, сыртқа ашуланып шығады. Бастен болса не болды деп сұрайды. Сонда Кенза оны жұмыстан шығарып жіберген айтады. Бастен сонда, демек сен де жоғалтатын нәрсең жоқ қой. Кетті ендеше, Леоны іздейік дейді. Кенза болса бұл бандиттарға баяғыдан өшеді. Өзінің бұрынғы кегі бар. Артынан біз Леоның суретінің жастарға таратылып жатқанын көреміз. Сөйтсе дәл осы ауданда қабатты үйде Лео қызымен тығылып жүр екен. Бастен мен Кенза екеуі клубқа барып, әлгі Леоның қызының сіңлісін тауып алады. Онымен сөйлеспекші еді, алайда клубтың күзетшілері келіп, Бастен мен Кензаға атыла бастайды. Бас кезінде Бастен қатты беріліп төбелеспейді. Клубтағы күзетшілер бұл екеуін сыртқа шығарып жібереді. Осы жерде Бастен ашуланып клубқа қайта кіреді де, бүкіл адамдарды тарсылдатып ұра бастайды. Бүкіл күзеттегі адамдарды құлатады. Ең соңында Кенза да көмекке келеді. Сосын олар әлгі бармен қызбен сөйлесіп, бәрін түсіндіреді. Артынан Бастен мен Кенза екеуі демалуға кетіп қалады. Бастеннің жарасы бар еді. Соны емдейді. Кейін Кенза әлгі бандиттарды не үшін жек көретінін айтады. Сөйтсе бұл бандиттар кезінде Кензаның ағасын өртеп жіберіпті. Әлгі бандиттардың қасына Андалусистің адамдары келеді. Не үшін шақырдың дейді. Сонда бізге таныс мафия бастығы, енді біз сендердің үстінен қараймыз. Бүкіл заттар бізге келеді дейді. Келісесің бе деп олар Андалусисті сыртқа шығарады. Сосын екі қолына тұсау кигізеді. Оларды мотоцикл тарта бастайды. Ақыры Андалусистің екі қолын жұлып тастайды. Мафия бастығы Андалусистің адамдарына қарап, келіскен сияқтымыз деп қалады. Клубта таяқ жегендердің қасында полиция қызметкерлері де отырады. Олар камерадан Бастеннің бәрін шашып тастаған көреді. Тез арада Кензаны тауып алу керек. Әбден есі шықты дейді. Осы кезде Кенза мен Бастен екеуі Леоны тауып алады. Лео болса Бастенді жақтырмай, не үшін келдің дейді. Бастен болса сол анасының жібергенін айтады. Кенза болса тез арада кету керекпіз. Басқа жол жоқ дейді. Ақыры Лео көніп, олар сыртқа шыға бастайды. Кенет осы жерге, бұл жерге мафия адамдар қаптап келеді. Сыртта Бастен Кензаға қарап, сендер бара беріңдер, мен оларды ұстай тұрам дейді. Кенза Лео мен қызын алып кетіп қалады. Бастен мотодағы адамдарды құлатады. Енді қарасы қаншама бандиттар келе жатыр екен. Ол қаша бастайды. Қуанышқа орай полиция қызметкерлері де келе қойыпты. Тура түсті. Олар бандиттарды ұстап алады да Кензаның дұрыс жасап жүргенін түсінеді. Кейін бәрі полиция бөлімшесіне барады. Ол жерде Леоның қызы өзінің сіңлісімен жолығады. Кензаны бастығы кабинетке шақырады. Ал Лео болса Бастенмен сөйлесіп, оған бәрі үшін рахметін айтады. Мен сені әлі де кешіре алмай тұрмын, бірақ бүгінгі үшін рахмет дейді. Бастен болса оған қарап, мен де сендей болғанда әкемнен айырылдым. Мен де сен сияқты болдым, бәріне ашулы болдым. Алайда артынан жақсы адамдармен жолығып, мен өзгердім дейді. Біраздан кейін Кенза мен бастығы кабинеттен шығады. Олар Леоны сұрақ алу бөлмесіне алып кетеді. Осы кезде бөлімшеден сатқын полиция қызметкері мафияларға қоңырау шалып, Леоның осында екен айтып береді. Сұрақ алу бөлмесінде Леодан сұрақ ала бастайды. Сонда полиция бөлімшесіне қоңырау шалынып, аудандарда қылмыс болып жатқаны хабарланады. Көп қызметкерлер керекті аудандарға кетіп қалады. Лео болса көрген айта бастайды. Кезінде ол Андалусистің адамдарымен танысып соларға жұмыс істепті. Осылай сол түні Андалусиспен еріп барыпты. Лео көлікте қалып қояды. Дәл сол кезде әлгі мафия адамдары қаруларымен жетіп келеді. Лео бір түрлі күдіктеніп, солардың арттарынан ерген. Сол кезде мафия адамдары Андалусистің адамдарын ұстап алады. Андалусистің көзінше бәрін өлтіреді. Сонда Лео шошып кетіп, өзін білдіріп қояды. Дәл сол кезде Андалусисті қашып кетеді. Сонда мафиялардың қасында кепка киген біреу болыпты. Бірақ оның түрін көре алмадым дейді. Оның полицияда істейтінін Андалусис білді дейді.
Сонда Кенза тыңдап тұрып өзінің әріптесіне қарап қалады. Алайда бас кезінде Кензамен ұрысқан қызметкер қасындағысын өлтіріп тастайды. Сосын ол пышағын Кензаға тақай бастайды. Кенет оны Лео атып қалады. Дыбысты бастық пен Бастин естіп қалады. Бір кезде жарықтар сөніп, бұл жерге мафия адамдары келе бастайды. Кенет атыстар болып кетеді. Бастин мен бастық екеуі Кенза мен Леоның қасына келеді. Сосын әрі қарай жүре бастайды. Полиция бастығы кетіп бара жатыр еді, оны мафия бастықтары атып түсіреді. Кенза болса оларды ата бастайды. Содан кейін олар бәрі басқа жаққа қашады. Сөйтіп тығылып жүргенде бір бандит келіп Кензаны атып қалады. Қуанышқа орай үстінде оқтан қорғайтын киімі бар еді. Бастин ол бандитпен төбелесіп, оны құлатады. Бандиттар қаптап кетіп, мафиядағы алып қара жігіт Бастинмен төбелеседі. Мафия бастығы болса Леоны тауып алған еді. Сол кезде Кенза келіп қалып, әлгісімен төбелесе кетеді. Әр жақта Бастин қара жігітпен төбелесуде, ал мына жақта Кенза мафия бастығымен төбелесіп жатыр. Ақыры Кенза бандиттің көзіне пышақ тығып алады. Сосын әр қарай оны итеріп, өлтіреді. Ал Бастин болса қара жігітпен біраз төбелесіп, оны да ұрып құлатады. Кенза мен Лео да келе қояды. Біраз уақыт өткен соң Лео өзінің қызымен су жағасында отырады. Ол жерге Леоның анасы келеді. Лео анасымен қауышады. Ал Бастин болса Кензамен бірге демалысын өткізіп жүр. Лео мен анасына қарап мәз болып тұрады. Солай кино аяқталады.